Сәлем. Сен көбейту кестесін жаттағанды ұнатасың ба? Көбіңізге ұнамайды деп ойлаймын. Себебі ол қиындау. Бірақ әр нәрсенің, қиын нәрсенің жеңіл жолдары бар. Сол сияқты мындай керемет печеньелерді жеп отырып, көбейту кестесін қайталауға болады екен. Әрі сабақ. 2-нің көбейту кестесі көбіне оңай. Себебі көбейткен кезде келесі 2-ң 4 болса, келесі 2-шің 4-ке 2 қоса саласың 6. Солай көбінесе көбейту кестесін, 2-нің көбейту кестесін жаттау оңай. Ұмытып қалған кезде 2 санын қоса саламыз. Мұнда 4 пен 5-тің көбейту кестесі жоқ. Шықпады. 3-тің көбейту кестесі де оңай. Себебі 3-3-тен қосасын. 3-2-ң 6, 3-шің 9. 6-ға 3 қосқанда 9. 3-4-ің 9-ға тағы да 3 қосасын 12 деген сияқты. Көбінесе қиналатын көбейту кестесі 8 бен 9. 5-тікі енді ең оңай шығар, себебі 5-ке 5 қосу ең оңай. 5, 10, 15, 20, 25 деп. Негізгі бастапқы 2, 3, 4, 5-тің көбейту кестесін жаттасаң, қалғандарынікі қайталанып келеді. Мысалы 6, 2-ң, 6, 3-ің, 6, 4-ің, 6, 5-ің деген бастапқы 2, 3, 4, 5 сандарының көбейту кестелерінен алынған. Барлығына қатысты бұл. 6-тан бастап 9-ға дейін кішкене қиындау сандар. Көбейту кестесін жаттаудың жолдары көп. Мысалы бірінші 9, 2-ң 18. Мысалы 9, 2 болса, значит 20-дан 2 алып тастаймыз деген сөз. 9, 3-ң болса, 30-дан 3 алып тастаймыз деген сөз. 9, 4-ің 40-дан 4 алып тастайсың деген сияқты. 9, 5-ің 50-ден 5 алып тастайсың. 9, 6-ың 6-дан 60-тан 6 алып тастайсың. Солай алумен есептеуге болады. Жаттағанша. Немесе 10 саусақ болса, 10 саусақ. Мысалы 10 саусақ. 9, 2-ң болса, сол жақтан бастап екінші тұрған саусақты бүгеміз. Сонда бірінші 1, келесі 8 саусақ тұр. Сондықтан ол 18 болады. Ал 9, 3-ің неше екенін білу үшін тағы да сол жақтан есептеп 3-ші саусақты бүгеміз. Сонда бүгілген саусақтың мұн жағында 2 саусақ, мұн жағында 7 болып тұр. Значит, 9, 3-ің 27 болып тұр. Солай кете береді. 9, 4-ің 36. 9, 4-ің 36. 9, 5-ің 45. 9, 5-ің 45 деген сияқты. 9, 6-ың 54. 9, 6-ың 54. Осылай. Және тағы да бір жаттауға оңай жолы. Міне 9, 2-ң 18 болса, 9-ың 81. Екеуінің сандары бір-біріне қарама-қарсы. Осылай келе береді. 9, 3-ің 27, 9, 8-ің 72, 36, 9, 7-ің 63, 9, 5-ің 45, 9, 6-ың 54 сандары ауысқан. Сондай сол жеңілдіктері пайдаланып 9 санының көбейту кестесін. 8-дің көбейту кестесінде де байқасаңыздар, оңай жаттаудың бір тәсілі
бірінші сандары 8 2-нен бастап 9-ға дейін 1 2 3 4, сосын 4 5 6 7 дейді. Бір-бірден 1 2 3 4, 4 2 рет қайталанады, 4 5 6 7. Ал екінші сандары 2 санын алып тастай бересің ең соңғысы. 6-тан 2 аласың 4, 4-тен 2 аласың 2, 2-ден 2 аласың 0, 10 деп есептейміз. Сосын 10-нан 2 аласың 8, 8-ден 2 аласың тағы 6, 4, 2. Осылайда 8 санын көбейту кестесін оңай жаттап алуға болады. Солай достар. Бүгін әрі тамақ, әрі сабақ болған печеньелармен көбейту кестесін каналға қосылыңдар. Және лайк басыңдар.